Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алғашқы ұстаз. Оқу мақсаты: ұстаздың өлеңін еске түсіре отырып, сөз жұмбақты шешу, өлеңді түсініп оқу, автор жайлы әңгімелеу. Біз енді сабағымызды бастаймыз. Балалар, балалар оқулық өлеңін есімізге түсірейікші. Оны кім жазған? Автордың есімін түсіру үшін сөз жұмбақты шешуіміз қажет. Ол үшін оқулықтың 49-шы бетінде берілген өлең жолдарындағы көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, өлең жолдарын дұрыс оқыңыздар. Тапқан сөздерді сөз жұмбақтың тор көзіне ретімен орналастырамыз. Ал балалар, тексеріп көрейікші. Балалар, сөздерді дұрыс орналастырсақ, сарғыш түсті тор көзден өлеңнің авторының есімі шығады. Қане балалар, өлеңді біркелікте оқып көрейікші. Оқылғанды көңілге ықыласпен тоқылық. Бірінші сөз ықыласпен. Екінші, кел балалар оқылық. Балалар. Екінші. Үшінші, оқысаңыз балалар. Оқысаңыз. Төртінші, шамнан шырақ жағылар. Шырақ. Бесінші, сиса көйлек үстіңе. Сиса. Алтыншы, қартайғанда мал тайса. Тайса. Енді балалар, кімнің есімі шықты? Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, сөз жұмбақтан ыбырай сөзі шықты. Ол қазақтың ағартушы, жазушы, алғашқы ұстаз. Қане балалар, біркелікте оқиық. Ғафу Қайырбеков 1928 жыл дүниеге келіп, 1994 жылы дүниеден өткен. Қостанай облысы Жангелдин ауданында туған. Оның «Дала қоңырау» атты поэмасы бар. Онда Ыбырай Алтынсарин бейнесі сипатталған. Өлең Ыбырай атамыз туралы. Ол қазақ еліне тұңғыш рет білім нәрін сепкен алғашқы ұстаз. Сондықтан ақын алғашқы қоңырау үнін Ыбырайдың есіміне теңейді. Қане балалар, өлеңді оқып танысайық. Алғашқы қоңырау. Қағылды зор қоңырау, күмбірледі, аралап айлық жерді, күндік жерді. Ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың даласына білім келді. Кім қаққан, аты жөні кім қоңыраушының, даланың дүбірлеткен қойнаушының, қалың ел қара қазан сары баланың, қашанғы арын қамын ойлаушы кім? Сол сұрақ қоңырауға қосып үнін, бар қазақ аспанында ұшты бүгін. Ыбырай, Ыбырай деген жалғыз есім, туған жер таза ауасын құшты қырын. Кім қаққан, аты жөні кім қоңыраушының, даланың дүбірлеткен қойнаушының, қалың ел қара қазан сары баланың, қашанғы арын қамын ойлаушы кім? Балалар, өлеңді мұқият оқиық. Ыбырай Алтынсарин атамыз туралы видеоны көрейік. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық.
осы өлең жолдарында адамды мектепке тартатын бір жылылық бар, иә? Иә, Ыбырай Алтынсариннің мына өлең жолдарын тыңдасаң, дәл қазіргі күн туралы айтып жатқан сияқты. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аға, Ыбырай Алтынсарин қай кезде өмір сүрген? Ол 19 ғасырда өмір сүрген. Қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш рет 2 сыныптық қазақ мектептерін, Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ол кісі қазақ жастары арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш салған. Ол қазақ қыздары үшін Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде мектеп-интернат аштырған. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнаған. Балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Ол өнер білім туралы ғана жазған ба? Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер, білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат. Мен оның талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, таза бұлақ, басқада көп деген әңгімелерін оқыдым. Үйге тапсырма, балалар. Алғашқы қоңырау өлеңін мұқият оқып, жаттап аламыз.